Кайырлы күн достар, бүгін сіздермен өте дәруменге бай брокколи қосылған салат дайындаймыз. Ең алдымен салат жапырақтарын жуып, кептіріп, турап аламыз. Одан кейін ыдысымызға брокколимізді қайнатып саламыз. Оның үстіне салат жапырағын қосамыз. Одан кейін зәйтүнімізді қосамыз. Оның үстіне корнишон кішкентай қиярларымызды қосамыз және черри қызанағын да қосамыз. Мінекей болды. Ең соңында брынзамызды қосып және үстіне зәйтүн майын және оның үстіне бальзамик соусын құйып шығамыз. Одан кейін ең соңында араластырамыз. Мінекей өте оп-оңай, дәмі керемет салатымыз баршаңызға дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, үйде өте керемет салат. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін дастарханға ұсынардың алдында бір 5-10 минут бұрын ғана осылай тарелкамызға салып, әдемілеп ақ дастарханымызға алып келеміз. Мінекей барлығын салып болғаннан кейін салатымызды ең соңында үстіне жарты қалған брынзамызды турап, бетіне үккіштен өткізіп, немесе осылай төртбұрыштап турап, бетіне сәндік үшін қойып қоямыз. Және ең соңында бальзамик соусын бетіне құйып шығамыз. Ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің арнама жазылып алыңыздар. Сіздер үшін әр күні жаңа рецепттер, жаңа түрлі рецепттер салып отырамын.